Сәлеметсіздер ме достар, сіздерге бүгін осындай хачапури по-аджарскийдің үй жағдайында жасалынатын рецептімен бөлісемін. Қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Бізге ең бірінші жылы сүт керек. Жылы сүтімізге аштығы мен қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сүтіміз ыстық болмау керек, аштығымыз көтерілмей қалады. Бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз, тұз қосамыз және бөлме температурасындағы жұмыртқаны бөлек ыдыста жарып алып, араластырып, жартысын қосамыз. Массамыздың басы бірігу үшін бір араластырып алып, ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр илеу барысында сізге аз мөлшерде ұн қажет болуы мүмкін. Қажет болса, ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Мен 30 градуста духовканы қыздырып, жарты сағат қойып аламын, тез көтеріледі. Келесіде салмасына көшейік. Бізге творог, сыр және жұмыртқа керек. Сырды теркадан өткізіп аламыз. Творогымызды қосамыз. Және жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып, салмамызды дайындап аламыз. Және алдын ала духовканы 180 градуста конвекция режимінде қыздырып алуымыз керек. Ашқан қамырымызды теңдей етіп, екіге бөліп аламыз. Қамырымызды қатты жұқартпай жайып аламыз. Жайылған қамырымыздың үстіне, шет-шетіне салмамызды видеодағыдай салып шығамыз. Салмасын салып болған соң, қамырымыздың жан жағын ішке қарай қайырып, лодочка дейді ғой, сол секілді жасап шығамыз ішке қарай қайырып. Салма салынған жерін жауып шығамыз. Салмасынан ортасына да саламыз. Міне осылай лодочка жасап шығасыздар. Салмасынан ортасына да салып, жан жағына жұмыртқа жағамыз. 180 градуста конвекция режимінде мен 15 минут пісіріп алдым. Сіздер өз духовкаларыңызға қарай, уақыттарын қарайсыздар. Міне осындай жұмсақ хачапури по-аджарски дайын болды. Ас болсын, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.